Баршаға сәлем, сіздермен бүгін медовик торттың рецебімен бөлісетін боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен ыдысымызға сары майымызды, балымызды салып, газде орташа отта ертіп алатын боламыз. Бізде осындай сары түске енгенде үстіне 1 шай қасық ас содасын саламыз. Осындай реакция пайда болады. Енді тоқтаусыз араластырып отырамыз. 1-2 минут көлемінде. Массамыз кішкене қызыл түске енгенше араластыруды тоқтатпаймыз. Қасықтың немесе лопатканың көмегімен араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді отты сөндіреміз. Енді таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып, аппақ көбік болғанша араластырып отыратын боламыз. Енді жаңағы жылы массамызды алып, үстінен аз-аздан құйып отырамыз. Бірден құйып жібермеңіздер, жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Аз-аздан құйып араластырып отырамыз. Енді кесек ұнымызды да аз-аздан саламыз, бізде масса басылып қалмау үшін. Тестамыз дайын. Листке жайғастырып 180 градуста пеште пісіріп алатын боламыз. Енді крем жасайтын боламыз. Креміміз өте оңай. Мен қаймақпен варенканы араластыра салдым. Корждарымыз пісті. Әр коржға 2 ас қасықтан салып, бір-бірінің үстіне қойып жайғастырамыз. Осымен біздің медовик тортымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.